ет, фасоль, морковь, квашеный капуста, алма, картошка екеу, немесе одан да көп, пияз, сарымсақ, осы заттарымызды дайындап аламыз. Толық рецептін астына жаздым. Етті бірінші қуырып аламыз. Соған пиязымызды қосамыз, сарымсағымызды қосамыз, қуырып аламыз. Бірге қосып екеуін араластырамыз. Морковты қосамыз, 4 бұрыштап, осындай үлкендеу қылып тураймыз. Бұны араластырып жібереміз. Фасольді бұқтырып алған дұрыс. Мен жерде суға құймадым. Ыстық суға қойып, әбден бұқтырғанымыз дұрыс. Сосын квашеный капуста қосамыз. Бір араластырып аламыз. Менің фасольдарым ұзақ пісті. Сол себепті сіздер мен сияқты емес, суға салып алыңыздар. Енді осы тамаққа картошкамызды қазір қосамыз. Енді алманы қосамыз. Лавровый жапырақ, лавр жапырағы. Және де қара бұршақтарды, қара бұрышты бұршақталған күйінде қосамыз, тұз қосамыз, дәміне қарай. Болды, су құямыз және пісті. Міне астарыңыз